Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздер Майнкрафттағы читтерді көрсететін боламыз. Ол читтер деген әліппеңдер көрсетуін тамамын жүделміз. Біз Майнкрафттағы читтерді көрсететін боламыз. Мықты жүгіруді, мықты ұратын, мықты секіретін сондайларды көрсететін боламыз. Қазір ода нәрселерді істеуге болады. Короче, зейла бармаса, соны шексіз қылып істеуімізге болады. Шексіз еместе қылып істеуіміз. Ол выживаниеде де істеліне береді, качестве де істеліне береді. Короче, қазір көресіздер. Міне, осы біз қоямыз. Чит жазу үшін білесіздер, бәрі осы жерде осыны қояды. И біз сөйтіп эффект деп жазамыз. Соны қойып, мынақта мынаны қоямыз. Аны да қоюға болады, немесе ейді де қоюға болады. Ейді қойып істесе мықты болып істелінеді. Сондықтан ейді қойып істейміз. Қазір біз енді керек нәрсемізді қоямыз. Мына жерде мынаның бәрі зилалар. Ол зиланың бәрі жазуымызға болады. Мысалға біз тез жүгіруіміз келеді. Қазір спет деп жазайық. Спет деген тұр. И қанша секунд екен жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рет жазамыз осыны. Сол кезде 8 болады. И бізге қанша пайызына керек? Бұл 250-ге дейін барады, 251-ге дейін бармайды. Сондықтан біз мысалға 10 дейік. И міне, біз 10 есе мықты жүгіреміз. Міне, көрдіңіздер ме? 10 есе. Бұдан да көп есе жүгіреміз. Қазір битке секіреміз. Қазір битке секіру үшін біз тағы істейміз да, дәл бағанағыдай жазамыз. Эффект деп беремін өзіме ыңғайлы. Сонда эффект деп на екеуін қойып, jump post деп жазамын. Қазір jump post деп жазған кезде, бұл кезде ортасына мынандай қойылады. Өткен сол үстінде тұр, әйтпесе ол істемесек, ол жазылмай қалады. Сондықтан біз істейміз. Boost дейді ғой. Сондықтан boost дейміз. Қазір boost енді бағанағыдай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И енді бұны біз бағанағыдай 10-ға қойып бөлу керек. Немесе бұны қат секіп кетпес үшін 8-ге қоя салайық. Міне, 8 блокқа осылай секіреміз. Сенбесеңіздер 250-ге дейін апарып қоямын. Алып барам. Сол кезде қалай секіреміз көрсіздер. Эффект, эксперимент жасаймыз. Эффект. Істеп көріңіздер, бұл не бір-біріміздің жіберді. Басқа версияларға істеуі мүмкін. Бұл бір-бірімізге ойнаймын, сондықтан бір-бірімізге істеген. Сондықтан басқа версияларға істелмесе, осы бір-бірімізді тартып көріңіздер. Короче, жарнама жасайын деп отырмын. Типа жарнама ол. Бір-бірімізді тартып олыңыздар. Бұл қызық кәдімгі Майнкрафт. 4, 5, 6, 7, 8. Қызық Майнкрафт бұл да. Кәдімгі Майнкрафт қой. Короче, толық версия емес, бірақ бұл бета версия. Бұда да көп мүмкіндіктері бар. Қазір бұны біз бағанағыдай максимально қоямыз. 250.
250 алып бару үшін бізде команда дейді, команда. Короче, команда керек болсын. Біз оннан аса алмаймыз команда. Сондықтан, сондай ұлтыға. Сондықтан, сенбейін деп істемейін. Тіпті команда қасыңызға друзьямен кіріп, сөйтіп көріңіздер. Міне, осы екеуін ғана істедім. Міне, сендіңіздер ме? Міне, мықты секірем, мықты жүрем. Мына қылыштың орнына, мысалы, выживание ойнап жүрсеңіз, достарыңызбен осы қылыштың орнына таңылдырып көріңіз. Осылай тұрып, бұлай өлтіргенше, ал ана осы істеп атқан чит арқылы бір удармен өлтіреді. Ол бір удармен өлтіру үшін бізге мынандай хилалардың бір қатты урон алатын хиласы бармыз ба? Сол хила сияқты соның читін жазамыз. Сонымен сау болыңыздар, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қызық болған деп ойлаймын. Және істеп көріңіздер деп ойлаймын. Сондықтан кетті. Сау болыңыздар, достар. Осымен біздің видео аяқталды. Сау болыңыздар.